Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біздің сіздермен өтетін жаңа форматта, қашықтықта өткізіліп отырған сабағымыз Мағжан Жұмабаевтың туындысы «Мен жастарға сенемін». Ребята, здравствуйте! Сегодня мы начнем первый пробный урок дистанционно. Произведем наша новая тема сегодняшней. Произведение Мағжана Жұмабаева «Мен жастарға сенемін». Я верю молодежи. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары. Повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау тақырыбы мен идеясын талдау. Диалогқа қатысушылар коммуникативті жағдаяттың талаптарына сай сөйлеуші, тыңдаушы позициялар еркін ауыстыру. Бағалау критерийлері. Мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді, сөйлеуші, тыңдаушы позицияларын еркін ауыстырады, диалогқа түсе алады. Мәтіннің негізгі идеясын ашады. Мағжан Жұмабаев, у него есть много произведений. Песни, поэмы, аудармалары, переводы его, мақаласы, әңгімелері, произведения и труды, которые у него есть труд, писал педагогика кітабы. Әңгімелері Шолпанның күнәсі, мақаласы бала тәрбиелеу жолдары. Аудармалары күннің батуы, тұтқын, сұңқар жыры, күн шығады да батады, тағы басқа. А поэма Ивоны под именем Жүсіп хан, Батыр баян, Тоқсанның тобы, Қорқыт, Ертек, Өтірік, тағы басқа. Песни өлеңдері Көкшетау, Мен кім, Мен жастарға сенемін, Түркістан, Көктемде, тағы басқа. Из этих всех произведений мы сегодня будем проходить «Мен жастарға сенемін». Балалар, жастар деген сөзді естігенде естеріңе не түседі? Жастар, молодежь какие бывают? Өнерлі, талантливые, қайратты, сильные, еңбекқор, трудолюбивые, ақылды, умные, білімді, знающие. И он должен, молодежь, должны быть патриотами своей страны. Енді
Оқушылар, мінекей осы видеофильмді тамашалап болсаңыздар, сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші тапсырма: бұл өлең кім туралы айтылған? Мағжан Жұмабаев жастарды неге теңейді? Мағжан Жұмабаев кімге сенім артады? Мен жастарға сенемін өлеңі арқылы не айтқысы келді? Одан кейін екінші тапсырма: жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазасыздар. Открывайте словарный тетради и записываем новые слова с переводами. Үшінші тапсырма: өлеңнен алынған үзінді бірнеше бөліктерге бөлініп, кесіліп тасталынды. Әңгімені өз ретімен құрастырып, дәптерлеріңе жазыңдар. Следующее задание. Бұл жауап болса, онда сұрақ қандай бола? Әдісін пайдаланып, сұрақтардың жауабын тауып, мәтін бойынша диалог құраңдар. Вы должны вот вопросы, а в следующем столбе написано ответы. Ну, они местами раскиданы. Вы должны находить правильно ответ и написать вопрос-ответ, вопрос-ответ. Тогда у вас получится диалог. Формула ПОПС. С помощью формулы ПОПС вы должны отвечать на этот вопрос и запомнить формулу ПОПС. Домашнее задание. Үйге тапсырма. Находить сходство. Понятно, да? Бір-біріне сәйкестендіресіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.